Әже, бұл не? Бұл балам ата-бабамыздан қалған асыл мұра ұршық деп аталады. Ұршықтың мынау сабы болып саналады. Мынау басы, мынау мұрындығы. Бұл ұршықпенен әуелі жүнді жуып, кептіріп, тазалап аламыз. Сосын оны сабауменен жұмсартып сабап, қолымызбенен жүн түтеміз. Бұл құрал ата-бабамыздың бүткіл қазақ атаулының үйінде мұра болып сақталған. Сосын ұршықтың басына салып, осылай иіреміз. Ұршықты жай айналдырып, қолымызбенен жайлап созып, жіпке айналдырамыз. Міне бұл қарап отырсаң, жіп болып жатыр. Осы ұршық толғаннан кейін жіпті астынан суырып аламыз. Әжелеріміз, аналарымыз, апаларымыз осы ұршықпенен жүннен жіп иіріп, алаша, шұлық, текемет тоқыған. Ата-бабадан қалған мұра ұрпақтан ұрпаққа жалғасуы керек.
Әже, міне, мен сіздің беліңіз, қолыңыз ауырмасын деп, осындай заманауи ұршық жасадым. Жақсы болған екен балам. Иә, бұл қалай қолданады бұны? Оны іс машинаның педалін пайдаланып айналдырылады. Бәрекелді балам. Мынау бір тамаша зат келді ғой жаным. Біз енді екеуміз бір уақытта жіп ере аламыз. Өте тамаша, өте жақсы екен. Бұны керемет жақсы жасаған екенсің. Бұны қалай жасап еттің? Сенің қолың алтын екен ғой балам. Сенің қолыңнан бәрі келеді екен. Мінекей ұрпақ жалғасы деген осы ұрпақтан ұрпаққа осындай асыл мұралар жалғасып, мінекей сен мына ұршықтың заманауи түрін шығарып жатырсың. Сенің қолыңнан бәрі келеді екен. Әрқашанда жолың ашық болсын балам. Қолыңнан осындай нәрселерді жасай бер. Қазаққа үлгі болатындай, осындай ұрпақтан ұрпаққа жалғасатындай, осындай нәрселер жасап, қазақтың жұмысын жеңілдете бер апаларыңның. Өте жақсы болды, өте тамаша. Бұны мен енді екеуміз жасаймыз ба? Өте тамаша болды. Мен де жайлап үйренем ғой енді бұны. Жұмысымызды жеңілдеткеніңе мың алғыс балам. Әрқашанда жолың ашық болсын. Ал балам, жортқанда жолың болсын. Қадырата жолдасың болсын. Әрқашанда жолың ашық болсын. Жоғары биіктерден көріне бер. Алда мақсаттарыңа жете бер. Сенің үлкен азамат болып, осындай асыл мұраларды жасап, ұрпақтан ұрпаққа қалдыруыңа себепші болып отырсың мінекей. Мен саған ризамын. Жолда ойлаған мақсатыңа жетіп, арман мақсаттарың орындала берсін балам. Әумин.